Қайырлы күн. Бізде қысқы дайындық жалғасуда. Алдымен осылай кабачкиімізді жуып, тазалап, ірі бөліктерге турап аламыз. Туралған кабачкиімізді қалталарға салып, ішінен ауасын шығарып, жақсылап жауып, мұздатқышқа жіберетін боламыз. Укроптарымызды жақсылап жуып, тазалап, майдалап турап, тамаққа пайдалануға ыңғайлы болу үшін осындай қалталарға бөліп, ыңғайлы қылып сақтаймыз. Қалтамызды орап, және де әр бөлінген қалтаны бір жалпы қалтаға салып сақтаймыз. Бұндай сақтау тәсілі порционны тамаққа пайдалануға өте ыңғайлы. Тек қана өзімізге керек бөлігін алатын боламыз. Келесі кезек болгар бұрышында. Болгар бұрышын мүмкіншілігінше осындай қалың еттісінен таңдаймыз. Алдымен болгар бұрышын осындай ірі бөлшектерге бөлеміз. Ірі бөлшектер кесілген болгар бұрышын рагу пісірген кезде пайдаланатын боламыз. Және де жалғыз рагу емес, бұны сорпаларға да, қуырмашқарға да қосуға болады. Голубцы жасау үшін болгар бұрышын жақсылап тазалап жуып, ішін тазартып аламыз. Және де осылай кептірілген болгар бұрышын қалтаға осылай орын алмашын бір-біріне кигізіп, үлкен жалпы бір қалтаға салып сақтаймыз. Түрлі қуырмаштарға, сорпаларға немесе еттің тұздығына пайдалану үшін осылай көбіктеп турап аламыз. Және де туралған бұрышымызды ыңғайлы қалтаға салып, ішінен ауасын шығарып, аузын жақсылап жауып сақтаймыз. Менде бүгінге осы, және бұдан бөлек мен бүгін асқабақ, баклажан және де осындай борщевая заправка қатырдым. Менімен бірге дайындаңыздар.